Қазіргі кезде бізде әлеуметтік желі данный моментте аудара алмайсың ғой, басын қатырғысы келмейді. Әлбетте андай да бар. Әлбетте деген қалай кетті. Күнде де контентіңді қарасаң, жалпы жоба туралы әлбетте деген сөздерді көп айтпайтын едім. Осында кер айтып көрме мидың ішіндегі ана жұмысшылар тауып тұр сол сөздер. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. Бұл қазақша такси жобасы кез келген жолаушыға 100 мың теңге беруге дайынбыз. Ол үшін тек қана қазақша таза сөйлеу керек. Ендеше біз бастаймыз. Сен түсіш енді. Түсіш, қазір мына жерге отырады ол. Жолаушы отырады, мен сөйлесем. Алейкум ассалам. Қалайсың? Амансың ба? Естімес? Сен не yapsın? Мен не кетіп өттім жақ қарай. Қош, астанадасың ба не? Иә. Базар жоқ, құрметті достар. Бүгін қазақша такси жобасында менің атыраулық досым Дәурен келіп отырды, прикинь. Дәурен, қош келдің. Рахмет. Қош келдің, не хабарласпайсың? Осындай жоба ғой. Жоба ғой осындай. Күтпей қалдың ба? Пранк сияқты көттім андай. Не істеп? Үйдегілер аман ба? Үйдегілер біле ма жалпы? Біледі ғой. Қалайсың өзің? Жақсы. Астана қыдырып келдің ба? Көшіп жатырық бұйырса жайлап. Көш? Иә. Дәурен негізі бұрын Қолсары КВН командасында ойнаған ойыншы, одан кейін біраз жаңағы қоғамдық істермен айналысып, қазіргі таңда Астана көшкісі келіп жатыр екен. Жақсы хабар, қош келдің. Рахмет. Енді қазір енді бұндай нәрсе саған таңсық емес, енді істеп жүрген шаруаларың ғой негізі. Иә. Тақырып таңдап алайық. Сен мен әңгіме айтқан бұрыннан ұнайтын маған бір өресің кең жігітсің ғой. Міне бір тақырып таңдап алайық. Сіз менен ондай қателіктер іздейтін болсаңыз маған қызық емес, қандай сұрақ қояды екен. Жоқ, бұл жерде мәселе қателікте емес, әңгіменің жүйесінде болып тұр да. Не айтар екен, әртүрлі жолаушы кездесіп жатыр да маған. Соның әр қайсының пікірі әртүрлі негізі. Мұнда тақырып мынандай. Қазіргі жастар мен бұрынғы буынның өмірге көзқарасындағы айырмашылықтар. Не, ал. Не айтасың? Осы турада не айтасың? Как раз сен сол салада жүрсің ғой. Сол салада жүрсің. Жастармен жұмыс жасайсың қазіргі. Өзіңнің жас кезің мысалы, сонымен салыстырмалы түрде не айтар едің? Енді бұрынғыларға алатын болсақ, біздің ата-аналарымыз, оның ар жағындағылар, оларда бір нәрсе бар айтатын. Елдің совет үкіметінің кезінде өзінің идеологиясы болды деп айтады. Идеологиясы болды, өзінің несі болды. Идеологияның қазақшасы жоқ, ә? Идеология болып қалады. Оны мен қазып қарадым, әртістердің. Табылмады, іздеп қарады, табылмады. Сол идеологияға қарай көбірек мән берді, ол кездегі айырмашылық. Қазіргі жастарға алатын болсақ, қазіргі сәт, немесе қазіргі сәт дейміз, қазіргі кезде бізде әлеуметтік желі данный моментте аудара алмайсың ғой, әлеуметтік желіде, яғни дофамин, ол кішкентай дофаминдар іздейді қазіргі жастардың айырмашылығымен бұрынғы жастарды, бұрынғы азаматтардың бәрі тез болған қалай ма? Яғни кішкентай жаңағыдай тез дофамин. Динамичный, тез дофаминді. Сіз мені қудырып отырсыз бұл Ғали мырза. Сол қазіргі немен салыстыратын болсақ, яғни дәл қазіргі жастардың көңілін аулау үшін сен аз уақытта қысқа да нұсқа ойыңды тез жеткізу керексің. Сонда сен оның қызықтыра аласың, көңілін баурайсың, өзіңе қаратасың былайша айтқанда. Ал бұрынғы кезде терең, асықпай,
жаңа кітаптың сөзімен оқыған азаматтар, ол кездегі былай не бергендерді сөйлеген теледидарларда сөйлеген азаматтарды қарасаң, олар кәдімгі терең сөйлейді, әдемі әдеби сөйлейді. Ал қазір теңеулермен пример келтіріп терең былайша айтқанда, өте терең. Мысалға бір сөзді просто бір неге жаңағыдай гүлге теңеп сөйлеуі мүмкін, сен соның астарынан өзің тауып аласың деген сияқты. Ал қазіргі балаларға, жастарға влоп айту керексің, түсініктірек қылып, нақты, міне бүйтесің, сөйтесің деп айтпасаң, олар сенің басын қатырғысы келмейді. Әлбетте, андай да бар. Әлбетте деген қалай кетті? Кенсізің шығатыр ғой өзіңіз. Әлбетте деген әбетте айтатын әңгіме емес па? Андай да сөз бар. Мысалы, қазіргі не дейміз ғой? Зумерлар дейміз ғой? Ол не зумерлар? Зумерлар. Мысалы, біздер миллениалға жатамыз. Біз екеуміз миллениалға жатамыз. Біздің заманымыз, біздің заман миллениал дейтін бар, сосын зумерлар дейтін бар, одан кейін альфалар бар. Жалпы зумерлар бана 2000-нан жоғары ғой, 2000-нан жоғары жылғы жастар. Оларға бір нәрсе ұнамаса да, олар үндемей қалуы мүмкін. Немесе жақсы бір ойын, нақты айтатын ойын тіке көзге қарап айтпауы мүмкін. Олар жаз жібереді, әлеуметтік желі арқылы жаңағы білдіреді, эмоцияларын солай шығарады. WhatsApp желісі арқылы болсын, дайрект арқылы болсын, олар жаңағы жазумен немен емес, айтылатындай нұсқада емес. Брат деген әңгіме жоқ, короче. Түрін эмоция жоқ, кәдімгі тек риза болғанын саған WhatsApp-пен жазып жіберуі мүмкін, солай, рахмет, брат, анау. Сосын егер де былай нені айтатын болсақ, сағынатын, сол кездегі сағынатын, былайша айтқанда, сол кездің заманның адамдарынікі, олар мәміле. Әңгімені айтқанда саған визуалды түрде елестеткізеді, сол оқиғаның ішіне кіргізеді, мысалы, соның арасында жүресің да, былайша айтқанда. Ал қазір ондай әңгіме балдардың ортасында, жастардың ортасында көп мәміле айтып жатқан адамды да олар көп жақтырмайды да. Әлеуметтік желіде қазір қызықты заттандай жаңағы айтып жатқан динамика болатын болмаса, онда тез болып динамика деген қалып қояды. Жоқ, қалмайды. Динамика жылдамдық, динамикада. Динамика деген сөз динамика болып қалады. Жоқ, қалмайды. Жақсы біткесін асықпай отырып қарайықшы. Жоқ, бізде құлағымда редакторлар айтып отыр. Сол тіл мамандары отыр. Ал енді тағы да бір келесі бір тақырыптарды қозғайық. Кеттік. Сен үшін нағыз бақыт деген не? Бақытты болу үшін не керек? Тамаша. Мына сен жаңағы айтып отырған жастар бізді экраннан көріп отыруы мүмкін, соларға бір ағалық ақылың болсын алып кет. Жалпы андай бар да, бақыт деген әртүрлі адам сомдайды ғой енді. Өмірде ұйқыдан тұрғанның өзі бақыт дейді. Бәрі де бақыт қой, әр сәттің өзі де бақыт негізі. Бір күшті бір сөз бар, мен естіген. Мен айтайын ба? Табиғи... Счастье это. Табиғи өзің, мысалы, тамақты болсын, басқасын болсын, табиғи өзің жеп, өзің табиғатыңмен зәр шығару, соның өзі бақыт деген сөз бар да. Былай қарасаң, біз байқамаймыз оны. Біздің аман сау жүруіміз, денеміздің барлығы жұмыс істеп тұруы, сол туралы. Біз оған былайша айтқанда мән бермейміз да. Ол күнделікті болып жатқан дүниялар, немесе тағы бірдеңе. Ал бірақ негізіне деп қарайтын болсақ, ол біреуде жоқ. Немесе ол біраз уақыттан кейін бізде болмауы мүмкін. Сол үшін қазіргі болып отырған сәтті, қазіргі сәтте болуың, соның өзі де бақытты. Уақыты бос өтіп отырған адамның өзінде де уақыттың өзі сондай үлкен нығмет екенін түсіну керек қой адам, 24 сағат бәріне бірдей берілген. Ізденіс немесе соны қызықты қылып өткізу ол өзің қолыңда. Жоспарлау. Өте дұрыс. Жалпы деймін, қазіргі жастар енді телефонға телміріп отырады ғой, уақыт өткізе алмай деген сияқты да. Интерес жоқ өмірге, алда жаңағы не жоқ, тек жұрттың тек телефондағы қызықтарды тамашалап. Андай бір әдемі зат оқыдым осы күні кеше. Жалпы біз әлеуметтік желіге кіргенде біздер мына әлемге қош бол, мен уақытша бәріңнен айырылам да өзіме өзім
қызықты немесе қызық емес заттарды қараймын деген арнау екен. Жалпы ми соған алып келеді. Иә. Қалай, Иә, сол үшін қазіргі контент, қазіргі әлеуметтік желідегі контент. Иә, контент болып қалады. Контент болып қала ма екен? Редакторлар айтып жүріңіздерші маған. Контент. Қазіргі контент қызықты болмайтын болмаса, былайша айтқанда бұрынғы кезде контенттің баламасы болса комментарийға жазып жіберіңіздерші, сіздер қалай ойлайсыздар, қазақшасы қалай. Ары қарай айта берейік. Бұрынғы кезде 2005-2010 жылдары біздер әлеуметтік желіден бір пайдасы бар әлеуметтік парақшаларға жазылатын болдық, есіңде болса. Іздеп соны оқып бір нелерін қызық көріп, былай болған екен ғой, былай болған екен ғой деген неміз ізденетін болдық. Ал қазір олай емес. Қазір миды ашытпайтын. Жай кірдің де дым мағынасы жоқ. Дым мағынасы жоқ заттарды қарау. Қазір сол болып жатыр контент. Адам солай демалады. Жарнама да солай кетеді қазір. Бәрі де солай. Сенің өзіңде де контентіңді қарасаң, если қараймыз. Екінші тақырып бар екен. Тіл ұлттың жаны. Ана тілін сақтау жолында не істеуіміз керек? Не айтасың? Жақында бір не көргем? Дөпсөз деген бір подкаст бар. Әдемі бір тақырып болды сол тілге қатысты. Сонда қазақ тілі деген азаматтар көп қой. Қазақша сөйлесейші. Не қазақша сөйлемейсің? Деп мысалы не істейді адамға. Бұл жерде агрессивно жеткізеді десейші, андай бір. Жалпы қазақ тілін біздер неге енгізетін болсақ, практикалық түрде жұмысқа, үйге. Практикалық түрде. Практикалық деген это же тәжірибе же. Тәжірибелі? Тәжірибе же, это. Неге сіз мені ұстап алып жатсыз? Сіз емес, ар жағыңыздағы біреу ғой. Сіздің неңіз сондай ма не? Мен жұмысым сол енді. Жақсы, бола берсін, солай болсын, тәжірибелі болсын. Тәжірибеге енгізу, күнделікті сөйлеуіміз, жұмысқа енгізу. Мысалы құжаттарға, мысалы біздер GPT чатымен сөйлесеміз. Ол жерде орыс тілінде бізге жаңағы нені ақпараттар жауапты берген қалаймыз. Миымыз сөйтіп қалыптасып қалған миллениалдар да шығар, бәлкім. Мен өз басым маған солай түсініктірек. Немесе жаңа жұмысқа байланысты құжатты қарағанда, соның ішінде заңға қатысты құжаттарды қарағанда, солай түсініктірек, соны оқысаң, саған түсініктірек. Енді бізге соны енгізу үшін біз сол жаңағы айтып отқан тәжірибеде, жұмыста, өмірімізде кіммен болса да бірінші қазақша сөйлеу бастау. Және екінші жағы бар, мәдени майдан деген бар кітап. Өзбек және өте әдемі тақырып, ол мәдениет арқылы. Яғни қазір біздер Димашты білеміз. Қазақ тілінде ән арқылы басқа елдің азаматтарын қазақ тілін сөйлеткізіп қойып отыр. 91 тобын алсақ та көп қазір әншілер. Олардың негізгі түпкі мақсаты тілді дәріптеу. Тілді дәріптеу. Соны мәдениет арқылы, яғни жұмсақ, тәтті қыл. Қазақ тілін қандай жаңағыдай кең екен. Кең, сондай бір бауырмал екен. Мысалы, біздің Атырауда екінің бірі қазақша сөйлейді. Ол қайдан үйренді? Бір алаң бар, бәрі жиналатын. Есіктің алдындағы алаң. Немесе жаңағы доп тебетін жер деп айтамыз. Сол жерде ол ойнап жатырғанда қазақша сөйлеп оған маған пас бер дейді мысалы. Ал ол сон бер деген сөзді ол жаңағы орыс ұлтының азаматы ойнау үшін, дұрыс ойнау үшін түсініп алады. Түсіндіре алдым ғой да, жаңағыдай ойынмен кетеді да ол. Соны біз егерде қалай да біз қазақ тілін қазір жұмсақ қылып, жаңа мәдениет арқылы, әуен арқылы дейік, жаңағы айтып отқан жұмысқа пайдалану, тәжірибелі түрде пайдалану, және ойын арқылы.
Иә. Мысалы сөздің ашығы керек, мен мұнда келгелі, Астанаға келгелі, мына балдардың, кішкентай балдарды көремін ғой, енді сөйлесіп жатқан бір-бірімен десе. Ылғи көбісі орыс тілінде сөйлейді. Оны қарайсың да жаның ашиды, ішің келеді. Бірақ та сен оған қазір айтсаң, орысша сөйлеме деп айтып қалсаң, оның қазақ тіліне деген махаббаты азаюы мүмкін. Сол себепті біз оған тәтті, жылы қылып жеткізу керекпіз. Менің ойым сондай. Өте жақсы, әдемі. Депутат болсаң дауыс берер едім. Ал кет. Тіл тақырыбында әдемі шер тарқаттық деп ойлаймын. Сенің өміріңе әсер еткен адам туралы айтшы. Мынау күшті тақырып. Бар шығар енді, әр қайсымыздың өмірімізде бар ғой ондай адам. Енді бірінші ата-анамыз ол әрине. Ата-ана, бірінші ойға келетін ата-ана ғой. Бірінші ойға келетін ата-ана. Одан кейінгі мұғалім. Мұғалімдер, ұстаздар, тағы не? Достар. Тренерің болуы мүмкін, жолдас балдар болуы мүмкін, иә? Просто бір сөзімен ұнап қалған адамдар болуы мүмкін. Мысалға, менде сондай болады. Кейде бір адамның бір қылығымен немесе бір сөзімен ұнап қалады сол адамға. Сол бәрін қандай да бір қателіктер болса, соның бәрін ысырып тастаймын да, тек сол бір сөз үшін, сол бір істер үшін соны құрметтеп кетемін. Жалпы әсер еткен адамдар жаңағы айтқан, өзіміз айтқан жаңағы ата-ана, егер де менің ата-анам жаңағы мектепке, шығармашылық мектепке, жаңағы хореография мамандығына, би мамандығына түсірмегенде, мен шығармашылық жайдарманмен немесе қазіргі жасап отырған жұмыстарыма келер ме екен? Жоқ, оған ата-анам алған қалауымен сол неге түсірді. Бірінші сол. Одан кейін жаңағы тәрбиеге болсын, басқасына да болсын. Биші болғанға сонда вообще өкінбейсің ба? Жоқ, өкінбеймін. Что? Мен андай немен... Кейбір адамдар болады ғой, ұялады ғой, мысалы, бишіміз деп айтуға, мысалға. Мен ел аралау, жаңа адамдармен танысу, жаңа мәдениетпен танысу, мысалы, сондай қызықтым қатты. Сол жаңағы егерде келетін болсақ, кім әсер етті? Көп адам әсер еткен. Жалпы негізі мен өз-өзіме әсер еттім деп айта аламын. Жалпы негізі адам өз-өзіне әсер етпесе, яғни мысалы жаңа айтып отқан айтылып қалған сөз деп отырсың ғой. Соны естіп қалған сенің құлағың бар. Кейде естімей қаламыз біз сол сөздерді. Күнделікті айтылып жүрген немесе сондай болуы мүмкін. Біз естімей қаламыз. Ал біз өзімізді жаңағыдай кішкене аузымызды тыйып, құлағымызды ашып, ар жағына қарай терең қарайтын болсақ, өз-өзімізге, яғни жаңа айтып отқан кім әсер етті дегенде, біз өз-өзімізге әсер ете аламыз жалпы дамуға. Ал маған әсер еткен жаңағы ата-ана, мен достарым, ағаларым, сырттан танымайтын бейтаныс адамның саған айтылған сыны немесе пікірі, соны қабылдай білу. Жақсы болсын деп айтқан. Танымайтын адам жалпы негізінде, ол танымағасын саған айтып береді да, былайша айтқанда. Тамаша. Егер адамға келетін болсақ, нақты мынау деп айтатын болсақ, мына жастармен жұмыс жасап жүрген, марқұм тие берсін, Асқар Төребайұлы деген ағам болды, қайтты, Бопылдық Асқар Төребайұлы. Сол кісі өте қатты әсер етті. Тарихқа, жаңа айтып отқан рухқа, мен Майкл Джексон билеп, хип-хоп тыңдап, сөйтіп жүрген адам, тарихи кітаптар оқып, кішкене тарихқа үңіліп, өзіміздің жаңағы әсер етті. Есеюіңе, сенің айтқан мекен жайыңа келіп тұрмыз. Енді мұна... Мен сүйрейші, әдем болса күшті болды. Өртенбей ақ қойыншы, өрті жүреді. Жоқ, өртейтін іштің емес. Мұна үшеуінің ішінде кәдімгі мектепте бастауыштағы әдебиетте қазақ тіліндегі кәдімгі жаңылтпаштар. Жақсы. Сен жастарға ақыл айтып отырсың, өзің енді жас кезіңде айтқан бір жаңылтпашты айта алмасаң білмеймін енді. Таңдадың, 3 рет қайталау мүмкіндігің бар. 3 рет дауыстап, қайталап, жаттап алып, маған 4-шісінде айтып бересің. Саттар, қатпар, қаптарды қаптар, баттал, жинап, қақтарды қаптар. Бастаймыз. Саттар, қақпар. Дұрыс па?
Сен тоқтамау керексің ғой. Саттар қақпар. Қатпар ғой. Қатпар. Саттар қатпар. Иә. Қаттар. Енді қысқа нұсқа. Күшті, керемет. Жалпы жоба туралы әлбетте деген сөздерді көп айтпайтын едім. Осындай кер айтып көрме мидың ішіндегі ана жұмысшылар тауып тұр сол сөзді. Қасып. Өмірде айта алмайтын сөз болмай қарасаң. Неғып жүр мысалы. Енді Атырауға достарыңа, әріптестеріңе жолдасаң болады. Ата-анама, отбасыма дейсің де. Бәріне күшті, керемет. Жалпы қазақ тілінде сөйлеу ол өзіміздің қолымызда. Оны жылы қылып жеткізу, әдемі қылып жеткізу, ол да өзіміздің бойымыздағы бар қасиет. Сондықтан соны жалғастырайық. Қазақ тілін тәтті қылайық. Жақсы. Мынау кеткісі келмегенсің, камераны салып қалған ба? Жақсы, аман бол. Дәуренмен өте әдемі әңгіме сұхбат болған сияқты. Дәуреннің айтқан сөздерінің астын түртіп қоятындай қызықты жерлері болса комментарийге қалдыра кетіңіздер. Біз әрі қарай кеттік.